Түсінікті. Бұл арада жалпы мына азаматтардың көп нәрсені білмейтіндігі кедергісін келтіріп жататын секілді. Мәселен, мен қарадым, осы бізде кәсіпкерлерді жаңа қолдауға бағытталған 40-тан астам бағдарлама бар екен. Соның енді бір әрі кетсе бесеуін білуі мүмкін. Демек, осы палата тарапынан, мемлекет тарапынан болсын, осы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр ма, насихат жұмыстары? Енді мемлекет тарапынан бар. Өздеріңіз білесіздер, өткен жылды елбасының тапсырмасымен мынау даму қорының қарамынан қазір мына кәсіпкерліктер туралы портал ашылды. Бірақ ол порталдың да жаңа біреу біледі, біреу білмейді. Біздің ұлттық палата негізгі жұмысымыз да осы. Әр ауданда өзіміздің филиалымызды ашамыз деген мақсатымыз сол. Соған жетсек, сол ауыл жердегі азаматтар, енді біреуінде интернет бар, біреуінде жоқ. Егер интернеті болса, оны көрсету керек. Палата кізі мұнараға өзіңіз кіріп керек деректі аласыз деп. Егер болмаса, аудандағы филиал ауыл аралап, сорадағы 10-15 кәсіпкердің басын жинап, соларға ағарту жұмысын жасау керек. Оны ұялмай айту керек. Ауылды жерлерге ағарту жұмысын жасау керек. Одан ұялатын шешесі жоқ. Барып көрсету керек, көзін ашу керек, үйрету керек. Соған біздің негізгі жұмысымыз сол. Бірақ енді оған бізге уақыт керек. Қазір филиалдарды енді ашып жатырмыз. Осы январь айында 130 ауданда аштық. Осы февраль айында тағы 68, март айынан бастап барлық аудан орталығында өзіміздің филиалымыз ашылады. Оған маман іздеуіміз керек, оларды қаржыландыруымыз керек. Бұның бәрі әрине бізге күрделі болып отыр. Бірақ айта кетейін деген, бұл жұмыс біздің осы жылдың аяғына бұның бәрін толығына аяғына қоямыз. Жаз айынан бастап әр ауданда әр кәсіпкер қамтылып, сол ақпарат жеткізу, дерек жеткізу. Дұрыс айтып отырсыз. Көптеген бағдарлама бар, бірақ оған өкінішке орай көбісі қолын жеткіземей отыр. Білмегендіктен, ақпарат жетпегендіктен. Тағы бір айтайын дегенім, жол картасы бар, жұмыс қамту бағдарлама бар, көптеген қаражат. Сосын Қазагроның әр ауданда өзінің ашылған офистері бар. Біз айтамыз, бұның бәрі не қыламыз? Әр сала жағынан ақша жарата беріп. Шенеунікті берсеңдер, олар өзінің әр бағдарламаны асырып орындай береді. Бірақ соның басын біріктіріп, біздің идеямыз кәсіпкерлер үйі деп әр ауданда құрсақ, бір жерде болса, сол кәсіпкерлер үйін біздің палатаның филиалына берсе басқару. Өйткені палатаның филиалы ертең күз айынан бастап кәсіпкерлер өздері сайлайды. Оның өзін сенген, беделді, сенімді адам басқарады. Сол сенімді адам сол кәсіпкердің ойынан шығып жатқан. Сол шенеуніктердің жұмысының бәрін кәсіпкерлер мүддесіне жұмыс жасатуға ынталы болады. Кәсіпкер бір жерде келеді, сол аудан орталығында керекті барлық деректі алып отырады. Егер ол шенеуніктер оған қысым көрсетіп, немесе дұрыс қызмет көрсетпесе, айтып отырмын, біздің өзі сайлаған филиалдың басшысына барып өзінің шағым арызын айтуына жағдай туады. Міне осындай ойларымыз бар. Енді басынан өткен жағдай, мәселен, маған ауылдан ағам хабарласады. Бауырым, Астанада жүрсің, маған сыбағамен несие алуға көмектес дейді. Ал енді осыған не айтасыз? Сыбаға ол мына Қазагро саласынан беретін, әсіресе мал кішкене 3 миллионға жоқ, ол түсінікті ғой. Ол жаңағы мәселе, ағамыз бірден өзі былай заңды түрмен қол жеткізе алмағаннан кейін несиеге басқаша жолдар іздеуде. Ол жаңағы жемқорлығымыз бәрі содан өрбейтін болып тұр ғой енді. Өкінішке, енді жалпы айтсақ, дерек ол бір мәселе, өте үлкен мәселе. Екінші мәселе біздің бәрі көріп отқанымыз, ауылды жерде әсіресе шағын семьялық отбасы бизнес ашу үшін ең басшысы қаржы тапшылығы. Өзінің бастаушы капиталы жоқ. Ауыл жерде үйін ішерге ол кепілдікті қоя алмайды. Мәшинесі жоқ қоятын. Сондықтан біздің ол айтып отқан мәселеміз қазір 3 салада жұмыс жасап жатыр. Бірі, Қазагромен біз қазір келісіп жатырмыз. Егер оның кепілдігі жоқ болса, біздің аудан филиалымыз бар, кәсіпкердің бәрі біздің мүше, аудан филиалы біз береміз кепілдік. Ұлттық палатаның өкілі ауылдағы кәсіпкер үшін кепілдік беріп, несие алып беруге ешқандай өзінің залогы кепілдігі болмаса, біз береміз. Ол бір. Ол Турцияда дамыған өте тәжірибе, өте жақсы көрсетіп отыр. Бізде соны қолға алайын деп отырмыз. Екіншісі, қазір мына даму қорынан гарантия беру мәселесін қарап отыр. Егер сенің ешқандай беретін кепілдігің болмаса, даму қоры сенің бизнес планыңа қарап гарантия береді. Бірақ жағында кішкене сыбаға 1 миллион, 2 миллионның жұмысын кішкене 1-2 жыл қалып өзінің сыбаға бордақылайтын болса, оған біздің палатамыз көмек беру керек. Соңғы біз қазір келісімшартқа келісіп жатырмыз. Түсінікті. Өзіңіз айтып отырсыз, міне Қазагро жайында бір сұрақ келіп түсіпті Руслан есімді көрерменімізден. Сіз мына үкіметтен кәсіпкерлерді мына валюта және Қазагро бәйтерек қорлары арқылы валюта түрінде несие алған азаматтарға көмектесем деп айтқан дейсіз дейді. Сол бағытта бір қандай да алға жылжушылық бар ма деп сұрап жатыр. Біз оны айттық, мына теңгенің бағасы өзгерген күннен бастап, содан кейін Қазагро, содан бір 3 күннен кейін Қазагроның басшылары шығып, мен кездестім, олар бізге нақты сендірді.
біздің барлық берген несиеміздің ішінде 19% ғана ма тек валютада берілген. Сондықтан олардың бәріне ескі алған теңгенің бағамен көмек көрсетіледі. Казагро біз сендерді, егер әріптесім қандай да бір қиыншылығы болса, бізге шықсын, біз Казагроның басшылығымен шешуге. Біз сондай уәде алдық, бізде Казагроның сондай хаты бар, біздің айтқан ынтамызға. Мына бәйтеректен әлі біз оған келісімге жете алған жоқпыз, бірақ бәйтеректің басшыларымен де келісіп, олар да қазір қарап жатыр. Бірақ олардың портфелінде әрине валюта несиелер көбіректеу. Олардың алған ақшасы да қомақты. Сондықтан олар қазір ойланып жатыр, бірақ о жағынан да көмек болады. Егер біреу қиыншылық көрсе, тіке ұлттық палатаға шығуға шақырамын. Түсінікті. Абылай Исабекұлы, енді мынадай мәселе, экономикаға жаңа серпін беруге ұлттық қордан 1 триллион теңге бөлінеді. Әрине оның ішінде мына бизнестің де өз үлесі бар. Осы ретте сұрағым келіп отырғаны, екі пікір айтылып жатыр қазір. Ол қаражатты жаңағы жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарға беру керек деп, және екінші пікір, мына енді ашылғалы, енді құрылғалы отырған кәсіпорындарға беру керек деп. Сіз қандай ойдасыз? Өте қызықты қазір пікір алмасу болып жатыр. Кеше ғана үкімет басшысы бізді жинады, банкілермен бірге барлық 10 шақты үлкен банкілердің басшылары болды. Өткен аптада біз бәйтерек, басқа да министрліктермен осы туралы пікір алмасып жатырмыз. Біздің ойымыз ақыры келген. Әрине, бұл ақшаның көбісі жаңа өндіріс көзін ашуға жұмсалу керек, ол елбасы да айтып кетті. Бірақ біздің ойымызша қазір өндіріс саласында, шикізат емес, өндіріс саласын істеп жатқандарға біз жартысын соларға берсек деп ойлаймыз, жартысына жаңа өндіріс көздерін ашуға. Біздің ойымыз сол, бірақ үкіметте ол қолда табылып отқан жоқ. Үкіметтің әзірге айтып отқан ойы 70%-ын жаңа жобаларға жіберсек, 30%-ын істеп жатқан қазіргі өндіріс саласындағы көмектесек деп. Ол бойынша келісім келді, бірақ біз өзіміздің кеше ойымызды жеткізіп, үкімет басшысына жеткіздік. Енді қандай шешім қабылданатынын уақыт көрсетеді. Жалпы тексеріс деп айтып отырмыз ғой, жаңағы нақты есебі бар ма? Мәселен, бір дүкенді алып қарайық, қанша орган тексереді, қандай тексерістер ол? Сол туралы айтып беріңізші. Енді қазіргі жылына 18 мемлекеттік орган тексереді. Енді жалпы статистиканы бас прокуратурадан қарасақ, сол жақта тіркеледі ғой. Өткен жылы 158 мың тексеріс болған, әртүрлі саланың. Оның ішінде алда келетқан СЭС 62 мың тексеру соның мойнында, 16 мың өрт сөндірушілерде, 25 мың салық, ең үлкендері. Өкініш тудыратыны, барлық егер 18 органдардың ішінде көбісінде төмендесе, 62 мың болған өзінде де ол Санпинде біраз төмендеп отыр. Өрт сөндірушілер 46%-ға төмендетіп отыр тексерулерін. Ол да осы соңғы жылдағы жұмыстың нәтижесі. Өкінішке орай, мынау құрылыс саласындағы тексерулер 2 есеге дейін көбейген. Ал мына экология, салық саласындағы сол бұрынғы 12 жылдағы деңгейде 13 жылғы 80 болсақ, ал енді оның ішінде қарайтын болсақ, әрине көбісі Санпин тексерген кейін ол тамақ саласы, сауда саласын тексереді. Тағам сататын сала. Сондықтан ол сауда мен тамақ саласы өте тексерістен көз ашпайтын азаматтар. Өйткені олар өрт сөндіруші тексереді, Санпинде тексереді, салық болса да бәрі салық төлемеген салықта тексереді. Бірақ оны да түсінуге болады, өйткені біз кәсіпкер мен билік арасын айтқанда қоғамды ұмытпауымыз керек. Негізгі мақсат соңында тұтынушының мүддесі бар ғой. Біз сондықтан да кәсіпкерлікті жауапкершілікке шақырамыз. Қазір мына елбасының қолдауымен көптеген тексеріс төмендейін деп отыр. Рұқсат қағаздар төмендейді. Бірақ соның не себебі? Ертең тұтынушының мүддесін қорғау үшін біз кәсіпкерлер жауапты болуымыз керек. Өйткені бізде енді ешкім тексермейді деп, қалап болса солай өзіміздің шығарған тауарымызды тұтынушыға беру, ол әрине заң жүзінде де ертең қудаланады, басқа да штрафтар салынады, соны біз ойымызда болу керек, сол жұмыс жасауымыз керек. Ал негізінен көп тексеретін айтып кеттім, екі сала, тамақ саласы мен тамақ саласын сататын сауда саласы. Өкінішке орай сол ең тексерістің көп түрі. Сосын ол бір өкініштісі жаңа жарылқыш айтылған жоспарлы тексеруді тоқтату керек. Ол мүлдем жойылады. Өйткені қазір сізді өрт сөндіруші тексеріп кетем ма, бір айдан кейін Санпин келеді, ол тағы бір айдан кейін салық келеді, жыл бойы тек тексеріс күтімі болады. Еш жиғызбайды дейсіз. Еш жиғызбайды. Түсінікті. Абылай Исабекұлы, сізге уақыт тауып хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Бізге қаншама сұрақ келіп түсті, енді сіздердің ғаламтордағы мекен-жайларыңызға жолдаймыз. Сол арқылы жауап беретін боласыздар. Жауап береміз. Енді тілек білдіреміз, осы орта және шағын бизнес саласы ел дамуының, экономикамыздың дамуына өлшеусіз үлесін қоса берсін деген. Біз де сондай сенімдеміз. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.